Бадыкованың жағдайына байланысты өзіңіздің ойыңызды айтып жіберіңізші деп жазған екен бір оқырманым. Жалпы шығармашылық адамында екі өмір болады. Бірінші өзінің отбасылық өмірі болатын болса, екінші шығармашылық өнердегі өмірі. Көбінесе шығармашылық адамдар ойда, қиялда жүргендіктен біртүрлі көрінетіндіктер сондықтан. Бұл екеуі де шығармашылық адам екен, меніңше бұлар отбасылық өмірге қарағанда дүниелік өмірге көбірек мән беріп кеткен сияқты. Қазір әлеуметтік желілерде екеуінің де таныстары өз таныстарын ақтап, жақтап, жарысып жазып жатыр ғой. Ал мен бұл екеуінің де әрекеттерін құптамаймын. Бірінші кезекте ер адам өзінің басын көтеріп жүру керек. Отбасылық жауапкершілік дегенді сезіну керек. Ел жұрты бар адам ешқашан күшік күйеу болмау керек. Бұл жерде күйеуінің ниеті дұрыс болмаған сияқты үйленетін кезде. Үйленетін кезде көбінесе жігіттер дүниесі бар қызға немесе бір еті тірі қызға қызығып, ертең үйленсем мынау мені өлтірмейді деген оймен ниетпен үйленіп алады дағы. Көп уақыт өтпей әйелінің дегеннен шыға алмай қалып, соңында осындай жағдайға түсіп жатады. Жігіттер маған 16 жыл бойы байқалмаған. Мен сияқты болмаңдаршы жігіттер. Мен сияқты күшік күйеу болмаңдаршы. Қабағына қарамаңдаршы. Осыны айтамын мен жігіттерге. Күшік күйеу болмаңдаршы. Көп еркектер әйелді құрметтеу керек дегенді әйелінің алдында жорғалап жүгіру керек деп түсінеді екен. Ең әуелі ер адам өзінің орнын жолға қою керек. Бұл құрметтеу деген құл болу деген емес. Ал Дариға төркінінде күйеуімен тұрмау керек еді. Енді әрине әркім өзі білет, өзінің жағдайын, өзінің өмірін. Бірақ намысы бар қыздар төркінінде күйеуімен барып тұрмақ түгілі жай қыдырып барғанның өзінде күйеуінің қасына мүлде жақындамайды. Дариғаның қазір атақ даңқы көтеріліп ұшып тұрған шығар. Бірақ бұл атақ та даңқ та мәңгілік емес екенін түсіну керек. Және қандай адам болса да жеткен биігіне қалай жеткенін біліп жүру керек. Ең бастысы отбасылық мәселені елдің талқысына салмау керек. Ошығып кеткен мәселенің өзін әулеттің үлкендеріне салып, арада шешілу керек. Ажыраспаған отбасылардың өздері кейбір кезде ұрсып қалған жағдайдың өзінде өзінің бөлмесінен үнін сыртқа шығармау керек. Кейбір әйелдер бар, өзінің күйеулеріне болмашы нәрсеге ұрсып қалып, сол ақысын алу үшін өзінің ішінен шыққан кішкентай балаларын ұрып, төбелеп, айғайлап, бөлмені басына көтеріп, немесе ата енесіне барып, сендердің балаларың оңбаған, маған күн бермей жатыр деп шағым айтып, немесе тіпті болмаса бөлмесіне барлығына қырсығып жатып алатын да әйелдер бар. Әлем бұзылмасын десек, әрбір қадамымызды анықтап басайықшы.